Bir жерде қар, bir жерде мұз, ал біз Түркістандамыз. Байқағандарыңыздай, Түркістан қаласының базарларында адам өте көп. Енді биыл ғана бір жасқа толған коронавирусқа Түркістан қаласының тұрғындары сене ме жоқ па? Сұрап көрдік. Енді басында сенбедік коронавирусқа. Енді сол коронавирус деген ауру тарқап кішкене неғана кейін адамдар ауырып бастаған екен сендім өз басым. Үйрі-түйрі. Жартылай сол, жартылай сенбеймін. Баста сенбегем, кейін сендік ауру болғаннан кейін. Түркістан облысында бүгінгі күнге дейін коронавируспен ауырғандар саны 4000-нан асып жығылады. Алайда қала тұрғындарын әлемді жайлаған қауіпті дерт алаңдатпайтын секілді. Енді сақтану керек қой қазірше. Сақтанып жүрмесе қиын әлі де бар деп ойлаймын өзім. Әр адам өз денсаулығы, енді сақтанған қолай сақтайды дейді ғой. Сақтанған дұрыс деп ойлаймын, не керек? Burada енді әркім денсаулығы өзіне байланысты ғой. Негізі коронавирус шығып жатыр ғой қазір. Осы Түркістаннан да шығып жатыр. Бірақ ауылдық жерлерге жіберіп жатыр Түркістаннан шыққан адамдарды. Енді мынау Құда қаласа адам өз-өзіне күтінсе коронавирустан құтылады ғой. Коронавирус бар десек те, жоқ десек те, оны аңызға боласақ та, қаншама адамның зардап шеккені анық. Сақтану ешқашан артықтық етпейді.